Жақын арада парламентке жаңа заң жобасы енеді. Елбасы ұлттық экономикалық атамекен палатасына бірқатар міндеттер жүктеді. Енді жаңа жобада қолға алынды. Бұл туралы өңірлік даму министрі Бақытжан Сағынтаев мәлімдеді. Министрдің айтуынша, палата орта және шағын бизнеске қызмет көрсету, салық және кедендік дауларға қатысу, мемлекеттік тапсырыстарды реттеуге күш жұмсайды. Түрік тәжірибесіне сүйеніп, кәсіпкерлерді тіркеу мәселесі де палатаға жүктеледі. Сонымен қатар кәсіпкерлікке қатысты әкімшілік кедергілер тағы да қысқарады. Жыл соңына дейін жаңа заң қабылданып, онда бизнес үшін барша рұқсатнамалық құжаттардың бірыңғай тізімі енгізіледі. Ал палатаға міндетті мүшелік кәсіпкерлердің көп бөлігін қамтуға жәрдем етеді. Законопроект, который предполагает введение института обязательного членства в Национальной палате предпринимателей. Кәсіпкерлердің ұлттық палатасына міндетті түрде мүшелікке ену институтын құру туралы заң жобасы толық дайындалды. Жоба мемлекеттік мекемелерде қаралып жатыр. Жақын арада парламентке енгіземіз. Заңға сәйкес палатаға 54 міндет жүктелмек. Оның бірқатарын мемлекеттік мекемелер атқаратын болады.